Отқа түсіп, өзгелерді құтқарған, күш жігерін өртке қарсы жықпаған, үш адамның аман алып өмірін, бұл жалғаннан кетті тағы, мықты адам. Жаста болса, жасап кетті ерлігін, сені жоқтап, жылап жатыр ел бүгін. Отқа оранып батыр мінез танытқан, ұмытылмай, есте қалар ерлігің. Кімге оңай, қарсы тұру жалынға, кетті айналып бір батыр ұл сағымға. Кейде біздер бағаламай жатамыз батырларды арамызда барында. Бүгін жоқтап жатыр сені жақының, сездіріп тұр қарашада салқынын. Алла сені жарылқасын алдыңнан, жатқан жерің жайлы болсын, батырым. Өлең авторы Санат Досболатұлы. Бақұл бол, Асқар. Астанада болған өртте денесінің 80%-ін күйік шалып, ауыр халде жансақтау бөліміне түскен Асқар батырымыз дүниеден озды. Асқардың артында екі қызы жұбайы қалды. Естеріңізге сала кетейін, Асқар Серікұлы азаматтық қорғаныс капитаны. 1994 жылы 5 қаңтарда Ақмола облысы Еңбекшілдер ауданы Казгородок ауылында туылған. Төтенше жағдайлар министрлігі, Астана қаласы төтенше жағдайлар департаменті, өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметі жедел кезекшісінің көмекшісі лауазымына 2021 жылы тағайындалған. Қызметтік борышын атқару кезінде көрсеткен батылдығы мен жанқиярлығы үшін Асқар Забикулин президент жарлығымен 1-ші дәрежелі айбын орденімен марапатталған еді. Соның артынша Астана әкімдігі кәсіпкерлер арқылы 3 бөлмелі үйдің кілтін сыйлаған еді. Амал нешік, біз сондаймыз, қатыгез басшылық, қоғам сондай. Адамды тірісінде бағалай бермейміз. Өлерде немесе өлген соң марапат атақ беріп, үй сыйлап жатамыз. Тірісінде соның қызығын көрмеген соң, өлген соң оның еш пайдасы жоқ. Барымызда тірісінде бағалайық, өзгенің еңбегін бағалайық. Адамнан жақсы қасиеттерді көруді үйренейік. Дүниеден озған соң бәрі кеш. Алдағы уақытта Астанада Асқардың атымен көше берілмек, әрі оған мүсін қойылмақ. Батырымызды Алла рахымына бөлесін.